Құрметті тыңдармандар, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осы мерекеге орай байқау жариялап отырмыз. Мен және тиіндер аудио ертегісін соңына дейін тыңдасаңыздар, байқаудың шарттарымен танысасыздар. Мен және тиіндер. Мынау мен. Ағаш басына шығып алып, қоқиып, тиіндердің әрбір іс-қимылын қалт жібермей бақылап отырмын. Осылай бақылағаныма біраз күн болды. Тиін деген қызыл сары түсті, құйрығы үлпілдеген әп-әдемі қуыршақтай ғана мақұлық екен. Бұрын соңды тиінге көңіл аударып қарамаппын. Зып-зып етіп шалт қимылдайды. Ағаш бойымен зымырап жерге түседі. Жай түспейді. Әбден пісіп, жерге құлаған жаңғақты кіп-кішкентай қолымен іліп алып, алды-артын бір бақылап қарап, алыстау жерге апарып, көміп қайта келеді. Бір тыным таппайды. Таңның атысынан кеш батқанша істеген тірлігі осы. Арасында өз-өздерімен ойнай ма, әлде төбелесе ме, әйтеуір бір-бірін қуалап кететін кездері бар. Ондай уақытта олар өте көңілді көрінеді. Менің де көңілім көтеріліп, елеңдеп, мойнымды созып қарап, өзімнің ыржиып отырғанымды байқамай қаламын. Өз жағдайым есіме түссе, қайта көңілім түсіп, мұңаямын. Басым салбырап, ештеңеге мойным жар бермей, кішкентай ғана бақытты тиіннің қимылын көңілсіз қараймын. Қараған сайын қызығам. Неге тиін секілді үріп ауызға салғандай әдемі болып жаратылмадым? Қызығушылығым бірте-бірте қызғанышқа ұласып, бетімді оттай күйдіріп барады. Барған сайын тиінді жек көріп барам. Неге дәл осы тиінмен көрші тұрдық? Мен маймылмын. Тиіннің қасында біраз бойым бар. Ағаштан ағашқа жақсы өрмелеймін, секіремін, құйрығыммен асылып та тұра аламын. Тамағымды өзім тауып жеймін. Жерде де жақсы жорғалаймын, ойнаймын. Ал түгім қоңыр. Мен мұндай көңілсіз күйге ойламаған жерде түстім. Ең бірінші көрші маймылдармен бірге талдан талға секіріп жарыстық. Қарнымыз ашқанда шие теріп жедік. Тойған соң бір-бірімізге қып-қызыл нарттай шиені лақтырып ойнадық. Уылжып тұрған шие бетімізге, денемізге былш етіп тигенде, қара қоңыр түгіміз қып-қызыл ала болды. Шиенің шырышы қан секілді қатып, түгіміз сымпиып, түріміз көрген көзге күлкі келтірді. Қашқырып, санымды шапаттап, ойнап жүргенде, ту сыртымнан біреудің ашулы, оқты көзі қадалғанын сездім. Жалт қарасам, анам екен. Ашудан бет аузы түтігіп, көзі жанып, түгі тұрып, аузы қисайып кеткендей көрінді. Жүрегім су ете түсті. Қол аяғымда қалтырап кетті. Мені анашым ешқашан ұрған емес. Бірақ ашулы көзінен сескенем. Ашуланғанда көп ұрсады. Лақтырайын деп жұлып алған бір уыс шиені мыжғылай бердім. Қантты шие былжырап езіліп, енді кеуе бастады. Шырышты саусақтарым бір-біріне жабысып, алақанымда шиенің тек сүйегі ғана қалды. Ілбіп басып, анама жақындадым. Ол түрін жылытпай, алдыма түс, деді. Даусы қатты шықпады, бірақ зілді. Анамның алдына түсіп алып, зытып келем. Іштей, енді ешқашан ойнамаймын, тек үйде отырамын, сыртқа мүлдем аттап шықпаймын, деп өз-өзімді қайрап келем. Үйге жете бергенде, осы тиіндердің сықылықтаған дауыс естілді. Анам да, мен де жалт қарадық. Қолына бір-бір жаңғақты қысып ұстап алған екі тиін талдан төмен қарай жарыса заулап барады екен. Қараш, сенен әлде қайда кішкентай тиінді. Өздері сондай сүйкімді, үстері де тап-таза, деп менің сауыз-сауыз түріме жеркене бір қарады. Саған қашан ескірер екен, деп қосып қойды. Анашымның сөзі жанымды осып түсті. Кілт тоқтадым. Сонда ғана бірінші рет тиінге қызыға қарадым. Сасып қалсам керек, анама, мен де жаңғақ тасиын ба? Деппін. Жүр,
деді анам. Үйге келдік. Анам түгімді жалап, тап-таза етіп үнсіз тазалады. Мен де ара-тұра анамды имене жалап қоямын. Бірақ еркелеуге, еркін жалауға батпаймын. Шиенің шыршы кетіп, түгім тазарып, әп-әдемі болып шыға келдім. Анам әлі үнсіз. Бәрін өзі тып-тыныш дайындап жүр. Атып тұрып көмектестім. Қорқып, әрі ұялып тұрғандықтан ба, қимылымда қолапайсыз болды. Соны байқаған анам, бар отыр, қазір тамақтанамыз, деп жақтырмай қолымды қағып жібергенде тіпті сүмірейіп кеттім. Сүметіліп кеп орныма отыра қалдым. Жоқ, ол даусын көтермеді. Үні қатқыл естілді. Екеумізде тұнжырап отырып тамақтандық. Іштей, менің орнымда ақылды маймыл болса, шиені лақтырып ойнағанша теріп әкеліп анасын қуантатын еді, деп ойладым. Ойымды жасыра алмай қалсам керек. Анашым, шие тәтті болып пісіпті. Сізге теріп әкелем, дедім жалтақтап. Анам үндемеді, естімеген сыңай танытты. Өзі әлденеден көзін алмай қарап отыр. Анамның үн қатпағанынан ауыр жаза жоқ. Дәл осы тұрғанда үй ішінде бір кішкентай қуыс болса, кіріп алып, енді қайтып шықпас едім. Сол қуыста мәңгі бақи қалар ем. Себебі ішімді бірдеңе ұяттан күйдіріп өртеп барады. Бұл өте сондай ауыр сезім. Анам қарап отырған жаққа мен де қарадым. Анам шұбырған тиіннен көз алмай қарап отыр екен. Оларды біз осындаймыз деп мақтанғандай біресе жаңғақтасып, біресе жапырақтасып бір тыным таппады. Тиіндерді көріп, одан сайын басымды бүгіп, шөгіп барамын. Көз алдымдағы көріністі көргім келмеді. Тез қараңғы түсіп, тиіндер тыным тапса екен, көз алдымнан кетсе екен, бар тілегім сол болды. Аяғымды салбыратып, біраз отырдым да, тиіндер асыл салған ағашқа бірақ қарғыдым. Оларды ұрып, қуып, қорқытып, қырып салғым келді. Жалп етіп орталарына топ ете түскенінде, кішкентай ғана тиіндер жан жаққа қашып, тығылып қалды. Бірақ қалай тез тығылса, солай тез әр жерден бастары қылтиып, қызықтап қарай бастады. Шиқ-шиқ еткен дауыстары күлкімді келтірді. Ұрам деген ойымнан тез қайттым. Менің еш зияным жоқ екен сезді-ау. Секең-секең етіп шығып, жан жағымнан қоршап алды. Олардың сондай еңбек қорлығына, сүйкімділігіне ренжіп қарадым. Жақын тұрған бірін қағып жібергім келді. Бірақ өз-өзімді ұстадым, ұрмадым, қағып жібермедім. Оларды ұруға қалай қол барады? Себебі олар сондай әдемі. Олардың маған еш зияны жоқ. Үлпілдеген түгі мамықты есіме түсірді. Үстері тап-таза, көздері жылт-жылт етіп, өздері маған күліп қарайды. Біреуін ұстап алып, қатты-қатты қысып құшақтағым келді. Жаңа ғана жек көріп отырған тиіндерді жақсы көре бастадым. Оларды арқама, басыма, қолыма мінгізіп алып, талдан талға секіріп ойнатқым келді. Келіңдер, менің мойныма, арқама отырып алыңдар. Орманды бір айналдырып ойнатып келемін, дедім. Әлгі тиін, бізде емес, балаларды ойнатсаң болады, деді. Балаларды? Деген даусым қатты шығып кетті. Себебі өз даусымнан өзім шошып, селк кете түстім. Тиіндер де артқа шегіншектеп кетті. Сендер бала емессіңдер ме? Дедім әлде таңданып. Біз үлкенбіз, деп олар бірінен кейін бірі жастарын айта бастады. Айтып тұрған жасы менің анамнан әлде қайда үлкен. Сендердің балаларың жаңғақ тасымай ма? Дедім жалмажан. Өздері мынадай кішкентай болса, балалары қандай екен деп, көзіммен балаларын іздеп. Кейін өскенде тасиды, қазір кішкентай, деді. Бұл қалай сонда? Мен дәп-дәу болып алып, алақаныма сыйып кететін тиіннен жасым әлде қайда,
тіпті әлде қайда кіші болғаны ма? Анам мені өзінен үлкен тиынмен салыстырғаны ма? Мен өзіміздің ұя жаққа қарадым. Анам әлде қайда кетті ме екен? Көрінбеді. Мен тиынның кішкентай алақанының жартысындай-ақ балаларын ойнатып, кешке үйге әбден шаршап қайттым. Кетерімде тиынның бірі «Бізге ертең де қонаққа кел!» деп ризашылығын білдірді. Мен ашумен, қызғанышпен тиындерді ұрып тастамағаныма қатты қуандым. Анам мені «Өзіңде бір сана жоқ екен» деген көзқараспен қарсы алғандай көрінді. Мүмкін олай ойламаған да шығар. Әйтеуір маған күліп қарамады. Ал мен анама тиындер туралы айтып бергім келді. Бірақ бата алмадым. Құрметті тыңдармандар, мен және тиындер ертегісін соңына дейін тыңдадыңыздар деген үміттеміз. Ал енді байқау шарттарына келсек. Біздің каналымызда жарияланған ертегілердің бір кейіпкері кәдімгі ара. Ара ызыңдап ұшып келеді де, бір баланы шағып алады. Бұл қай ертегідегі оқиға? Дұрыс тапқан тыңдарманға мазмұндама қоғамдық қорынан шыққан кітаптарды сыйға тартамыз. Баршаңызға сәттілік тілейміз.